Şeriden tüyden kiyim. Қазақ халқында тігілген киімдерге іші, тон және мәсі. Рахмет, сіздің жауабыңыз дұрыс. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Болды. Саламатсыздар. Сізге бір сұрақ қойсақ деп едік, болады ма? Иә, қойыңыз. Қыста жейтін малдың етін қалай айтады? Қыста жейтін малдың еті соғым. Дұрыс жауап, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Саламатсыз ағай, сізге сұрақ қойсам болады ма? Сәлеметпен болады. Түйенің сүтін қалай атайды? Түйенің сүтін шұбат деп аталады. Түйенің сүті ол деген керемет, жаңағындай қою, ол көп жерге ең қазақтың керемет бұл ең бір сүті болады. Саламатсыз ағай, сізге сұрақ қойсам болады ма? Сізге қоя ғой. Кимешек дегеніміз не? Кимешек дегеніміз қазақ әйелдерінің бас киімі. Рахмет. Сау болыңыз.